Асқабақтың адам ағзасына пайдасы ежелден белгілі. Бұл көкөністі тамақ ретінде жеу арқылы ағзаны қажетті дәрумендер мен минералды заттарға толықтырасыз. Әрі көптеген дертке дауа болатын қасиеті бар. Әсіресе асқабақтың дәні өте пайдалы заттардың қайнар көзі. Айталық, асқабақ дәнімен халық емінде жүрек қан тамыр ауруларын емдейтінін білесіз бе? Одан басқа да 1000 түрлі дертке шипа болады. Құрметті оқырман, біздің арнаны 86% тіркелусіз қарайды екен. Егер сіз осы видеоны қарап отырсаңыз, арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Қазақша контенттің дамуына атсалысыңыз. Қандағы холестерин деңгейін түсіреді. Жүрек ауыратын науқастарға асқабақ дәнін үзбей жеуге кеңес береміз. Өйткені бұл дән қандағы холестеринді төмендетіп, тромбтың түзілуін реттейді. Құрамындағы фосфор, мыс, темір элементтерінің арқасында қаназық пен атеросклероз ауруын айықтырады. Климакс кезіндегі ауырлықты болдырмайды. Яғни, етеккір үзілісі кез келген әйелде ауыр өтетін жағдай. Бұл уақытта 40 түрлі дерт қозып, жалпы жағдай нашарлайды. Гормоналдық өзгерістер орын алады. Ал осындай ауырлықты жеңіл өзгергіңіз келсе, онда құрамы дәрумендер мен минералды заттарға бай асқабақ дәнін жеуді әдетке айналдырыңыз. Климакс кезінде әйелдің қызуы көтеріледі, тоқтаусыз терлейді, көңіл күйі нашарлайды, жүрек соғысы өзгеріп, қан қысымы ойнайды. Бұл жайсыздықтың бірден-бір емі асқабақ дәні екенін ескеріңіз. Қатерлі ісіктің алдын алады, яғни асқабақ дәні кукурбитин деп аталатын теңдессіз байлықтың қайнар көзі. Ал бұл зат өз кезегінде қатерлі ісік ауруының алдын алып, ағзаны сақтайды, әрі қорғайды. Мамандар асқабақ дәнін үзбей жейтіндердің бауыр, сүт безі, тік ішек, ұйқы безі, өкпе, асқазан қатерлі ісік ауруының ешқашан шалдықпайтынын растайды. Қандағы қанттың мөлшерін реттейді. Өздеріңіз білетіндей, қант диабетіне шалдыққан науқастар белгілі бір мәзірде тамақтануы тиіс. Қантты, тәттіні, ащыны, майлыны шектесе, ал көкөніс, жеміс, буға піскен және қайнатылған тағамдарға рұқсат етіледі. Оған қоса асқабақ дәнінің де кереметтей пайдасы бар екенін айтылады. Бұл бағалы дән ағзадағы улы затты шығарады, жасушаларды жаңартады, ұйқы безінің жұмысын жақсартады, инсулиннің дұрыс бөлінуін қадағалайды. Нәтижесінде қандағы қант мөлшері өз қалпына келеді. Ерлердің денсаулығын жақсартады. Простатит, қуық түбі безінің қабынуы ер азаматтардың көпшілігінде кездесетін ауру. Аталған ауру денсаулығыңызға ғана емес, өмір сүру қалпыңызға да, төсектегі тірлігіңізге де кері әсерін тигізеді. Ал оның алдын алып немесе сақтанғыңыз келсе, бір уыс асқабақ дәнін жеңіз. Емді күніне 3-4 рет қайталау арқылы айықпас дертіңізден арыласыз. Асқабақ дәнінің құрамындағы эларгинин затты елдердегі тестостерон гормонын жандандырып, қуық асты безінің жұмысын жақсартады. Сонымен қатар жамбастың қан айналымын тездетіп, суықты емдейді, әрі ісігін қайтарады. Артық салмақтан арылтады. Кез келген дән, әсіресе асқабақ дәні өсімдік ақуыз мен жасұныққа бай. Ал бұл заттар өз кезегінде ағзадағы майды ертіп, артық салмақтан арылтады. Диетологтар қарныңыздың ашқанын сезе бастасаңыз, асқабақ дәнін жеуге әдеттеніңіз, дейді. Оның құрамындағы пайдалы заттар ішектің жұмысын жақсартып, зат алмасуды реттейді. Ішектегі құртты тазалайды. Яғни асқабақ дәнінің құрамындағы кукурбитин амин қышқылы ішек құрттарының нағыз жауы. Ағзадағы кез келген құрттан асқабақ дәнін жеу арқылы оңай құтыласыз. Дәннің денсаулыққа тигізетін зияны жоқ. Буын ауруынан қорғайды. Суыққа қарсы күресетін күшке ие асқабақ дәні буын ауруын емдеп, тұз байлануды болдырмайды. Сондай-ақ несеп жүргізіп артық тұзды шығарады. Керемет емдік қасиетке ие дән буынды түрлі дерттен сақтайды. Сонымен қоса остеопороз ауруының алдын алады. Құрамында кальций, магний және мырыш элементіне бай асқабақ дәні сүйектің саулығын жақсартады. Сондықтан да остеопороз ауруының алдын алғыңыз келсе,
Қартайғанда сүйектен айырылғыңыз келмесе, немесе сүйектің сынуынан сақтанғыңыз келсе, онда күнделікті тамақ алдында асқабақ дәнін жеуді ұмытпаңыз. Көңіл күйді көтереді. Асқабақ дәнін жесеңіз, ағзада серотонин атты қуаныш гормоны бөлінеді. Дәннің құрамындағы триптофан амин қышқылы сізге сергектік сыйлайды, жүйкені жақсартып, миды тынықтырады. Диетолог мамандар күніне 7 дана асқабақ дәнін жесеңіз, көңіл күйіңіз керемет көтереді дейді. Сондықтан да депрессия алған адамға, стресске жүргендерге және үнемі мазасыздандарға асқабақ дәнін қалтаңыздан тастамаңыз деп кеңес береміз. Сонымен асқабақ дәнінің керемет әрі теңдессіз емдік қасиетімен таныстыңыз. Ендеше аталған аурудың алдын алудың, ағзаны улайтын химикатты дәрілерді емес, керісінше ағзаны дәрумендер мен минералды заттарға байытатын асқабақ дәнін жеуге кеңес береміз. Құрметті оқырман, видеоны достарыңызбен және жақындарыңызбен бөлісіп қоюларыңызды сұраймын. Ем болсын достар.